Көпшіліктің ортасында күліп жүргенде, дос бауырлар қасымыздан өтіп жүргенде, еркекті одан бірге тұратын әйелінен артық ешкім білмейді, мүлдем ешкім түсінбейді. Анасы мақтар, әкесі сыйлар, сырт көз таңырқар, ал жүректегі дауылды ешкім аңғармас. Не ең жақын досы, не әпке қарындасы, оның үш кәлеміне өңлей алмайды басқасы. Сөнгенін не жаңа құт біткенін көреді. Түсінеді әйелі. Ол көреді жалғыздықты, үнсіз қалған күндерін, тыныш бөлмеде тұншыққан жанның шерлі мұңдарын. Әйел біледі күйеуінің мызғымас қамылы құлағанын, ал таңертең қайта тұрып күш жинап шыға келгенін. Ер жігіт әрқашан көпшіліктің жанындағы әйелден тысқарылардың сыртқы қырын көреді, ал әйел оның нағыз болмысын түсінеді. Өйткені еркектің жанында өмір сүретін жан тек сол. Сеніммен тірек, сүйенішпен жанашыр. Бұл сезімдер тек екі жаның ортасында ғана ашылар. Ошақтың жылуы әлсіздікті жасырмайтын жалғыз орта. Бұл жерде жоқ сабырсыздық, жоқ үрейлі қорқақтық. Түсініктің кілті жұбайының жан жылу, басқасы бос. Еркек өзін танытатын жалғыз орта, сол үйдің қасы. Еркек